курс студенті Камал Зарина. Бала ең бірінші келген кезде ешқандай дыхательный жаттығуларды білмей келеді, вокалдық ешқандай тәжірибесі болмайды, кейбіреулерінде музыкалық білімі болмауы мүмкін. Сондықтан да біз біріншіден ең бірінші келген кезде баламен ең бірінші мен осы вокалға келгелі бері өзімнің ұққаным, өзімнің тәжірибемнен қосып айтатын болсам, бірінші вокалистердің вокалдық жолы бірінші ступенька деп айтсам болады. Әр басқан баспалдағымыз біздің білімімізді, вокалымызды, шеберлігімізді жетілдіру. Соның ең бірінші курста келген балалардың ең бірінші ступенькасы, бірінші сатысы негізінде опораны орнына қою. Дұрыс демді бағыттап, балаға үйретіп, осыны бірінші курста қатырып, баланы ұйықтаса да, тұрса да, жатса да, осы опораны үйрету негізгі біздің бірінші сатымыз. Бірінші сатыда бала келді бізге. Енді біз баламен жұмыс істеу. Ең бірінші келген баламен бірінші жылылық керек. Бала ең бірінші келген ұстаздан не күтеді? Мейірімділік күтеді. Мейірімділікті біз ең бірінші келген кездегі мейірімділікті беруіміз керек балаға. Өйткені бала шошып қалуы мүмкін. Ол басқа ортаға келіп жатыр. Сәлеметсіз бе деп амандасып, қандай бір ән айтып бере қойшы деп өзінің дауысын танысу бағдарламасын қалыптастырамыз. Енді балаға менің өзімнің